Дәрігер адам өмірін құтқаратын ең асыл жандар. Осыған орай біз Содекмет ауылдық ауруханасының ақ халатты абзал жандарынан сұхбат аламыз. Аты жөніңіз? Аты жөнім Дүкенбай Наурызбаев. Жұмыс өтілігіңіз қандай? Жұмысымыз дәрігер, дәрігерлердің ішінде балалар дәрігері. Осы дәрігер болып жүргендегі бір күндік жұмысқа кестеңізді әзірлесеңіз. Негізі дәрігердің жұмысы, негізі жұмыс уақыты деген дәрігерде ол былайша айтқанда жұмыс уақыты 24 сағат бар. Бірақ оның ішінде таңертең сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға шейін ол заңда тәртібімен белгіленген уақыттар, басқа уақыттардың бәрінде іздеген кезде үйде табылуы керек. Ендігі кезек фармацевт мамандарынан сұхбат алу. Саламатсыз ба? Саламатсыздар. Өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Мен Сағынтаева Қарлығаш Маратбекқызымын. Осы жерде фармацевт болып жұмыс жасаймын. Біз мамандық таңдау сайысы бойынша сізге бірнеше сұрақ қойсақ та деп едік. Сол сұрақтарды қояйық. Қойыңыз. Осы салаға қалай келдіңіз? Бұл салаға менің анамның әкесі, яғни менің атам, нағашы атам осы Байқадамда ұзақ жылдар бойы фармацевт жұмыс жасаған. Сол кісінің жолын қуып, осы фармацевтикалық жолды мен де таңдап, осы салаға келдім. Мамандығыңыз бойынша жас мамандарға қандай кеңес берер едіңіз? Мамандық бойынша жас мамандарға берер кеңесім тек қана оқу керек. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, отырыңыз. Біз сізге мамандық таңдау сайысы бойынша сұхбат алуға келдік. Өзіңізді қысқаша таныстыра өтсеңіз. Есімім Скакова Индира Рашқызы, осы Балтабай Атамбаев мектебінің меңгерушісі боламын. Өзіңіздің сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Елімізде болып жатқан індет кезінде егер де сізге температурамен оқушы ауырып келетін болса, сіз қандай көмек көрсете аласыз? Бірінші кезекте мен өз-өзімді оқшаулаймын, ол оқушыдан, және амбулаторияға қоңырау шалып, мобильдік көмекті жіберуін сұранамын. Дәрігер біздің өмірімізге ең керекті маман. Біз оны пандемия кезінде түсіндік. Дәрігерлерді әрдайым құрметтеп үлгі тұтуымыз керек. Осымен біздің сұхбат аяқталды.